деген құлшынысы болса, жақсы қасиеті болса, әнді сүйсе, күйді тыңдай білсе, музыканы жақсы көрсе, сол баланың жағдайын жасауға тырысыңыздар. Барынша түрлі үйірмелерге апарып, сол баламен бірге армандап, баланың арманына сену керек. Мен бір ғана мысал айтайын. Димаш кішкентай кезінен бастап телевизордың алдында тұрып, мен Джеки Чанмен кездескім келеді, мен сол кісінің өмірде көргім келеді деп, ана актердің барлық қимыл қозғалысын қайталайтын, кішкентай 4-5 жасынан бастап. Сол баланың арманына өзі де сенді, біз де сендік. Бірнеше жыл өткеннен кейін бала аңыз адаммен кездесті. Сондықтан баршаңызға балаларыңыздың арманы орындалсын деп тілеймін. Баламен бірге армандап, баламен бірге сондай әдемі, жақсы жетістіктерге жете беріңіздер.